Ол жай ғана қонаққа келген еді. Күлді, әңгіме айтты, арақ ішті. Бірақ бірнеше сағаттан кейін сол адам қолына қару алып қайта оралды. Сол түні 9 адам қайтыс болды. Бұл қорқынышты фильм емес, бұл шынайы оқиға. 2017 жылдың маусым айы, Ресейдің Тверь облысы. Редкино атты тыныш саяжай кенті. Мұнда адамдар демалу үшін келеді. Қаланың ушуынан қашып, табиғат аясында тынығуға. Жаздың жылы кеші болатын. Ауада кәуаптың иісі сезілді. Алма ағаштары гүлдеп тұрды. Ешкім бірнеше сағаттан кейін бұл жердің қан мен оқ-дәрінің иісіне толатынын білген жоқ. Савельевтер отбасының үйінде достар бас қосқан еді. Бұл үлкен мереке емес болатын. Жай ғана достардың кездесуі. Күлкі, әңгіме, музыка. Шамамен 10 шақты адам жиналды. Олардың арасында 92 жастағы соғыс ардагері Галина Савельева да бар еді. Ол бұл үйдің иесі болатын. Барлығы тыныш кеш өткізуді жоспарлаған. Бірақ олардың арасында тағы бір адам болды. Сергей Егоров. 45 жастағы мәскеулік электрик. Көршілес саяжайдың иесі. Кейін оны танығандардың бәрі бір нәрсені айтады. Ол өте өкпешіл болатын. Өзін ерекше адам санайтын. Әрдайым назардың ортасында болғысы келетін. Сол кеште ол да қонақ ретінде келді. Бірақ ешкім оның сол түні өздерінің жазалаушысына айналатынын білген жоқ. Шамамен жарты сағаттан кейін әңгіме әскер туралы өрбіді. Әскери қызмет туралы. Сол кезде Сергей Егоров өміріндегі ең үлкен өтіріктің бірін айтты. Ол өзін десантшы ретінде көрсетті. Әуе десант әскерінде қызмет еттім деді. Өзін мақтай бастады. Бірақ отырғандардың бірі оған қарапайым ғана сұрақ қойды. Қай дивизияда қызмет еттің? Бір сәтте бәрі өзгерді. Себебі Егоров жауап бере алмады. Үстел басында үнсіздік орнады. Сосын күлкі естілді. Ал сол күлкі бірнеше сағаттан кейін 9 адамның өмірін алып кететінін ешкім білген жоқ. Сергей Егоров орнынан үнсіз тұрды. Ол айқайлаған жоқ. Өзін ақтауға да тырыспады. Тек бәріне суық көзқараспен қарап шықты. Сосын сыртқа беттеді. Үйдің алдында тұрған қызыл көлігіне отырды. Қараңғылыққа сіңіп жоғалып кетті. Үстел басындағылар оның кеткеніне аса мән бермеді. Ренжіп қалды ғой. Ұйықтап қалар. Ертең ұмытады. Осындай сөздер айтылды. Бірақ олар бір нәрсені түсінбеді. Кей адамдар үшін күлкі жай әзіл. Ал кей адамдар үшін ол соғыс жариялау. Сергей Егоров дәл сондай адамдардың бірі еді. Ол өз саяжайына қайтып келді. Үйге кірді. Есікті жапты. Енді ол жалғыз қалды. Алдағы 2 сағатта оның санасында не болғанын нақты ешкім білмейді. Бірақ кейінгі оқиғалар бәрін көрсетіп берді. Ол қорлықты ұмыта алмады. Бір ғана сұрақ оның санасын тесіп жатты. Олар маған қалайша күлді? Олар мені қалайша мазақ етті? Мені қалайша ақымақ қылып көрсетті? Қарапайым адам мұндай жағдайда ашуын басар еді. Біреумен сөйлесер еді, үйіне кетіп қалар еді. Бірақ Егоров басқа шешім қабылдады. Өте қорқынышты шешім. Ол ішуді жалғастырды. Немесе керісінше, жек көрушіліктің әсерінен масы тарқап кеткен болуы мүмкін. Бір кезде ол орнынан тұрды. Шкафқа қарай жүрді. Сол жерден өзінің сайга карабинін алды. Аңшылық қару. Әдетте жабайы аңдарға арналған қару. Бірақ сол түні бұл қару адамдарға қарсы қолданылатын еді. Егоров қаруды мұқият дайындады. Оқтарды салды. Тексерді. Қайта тексерді. Бұл кенеттен болған ашу емес еді. Бұл жоспар еді. Суық қанды жоспар. Сол сәтте оның санасында бір ғана мақсат пайда болды. Өш алу. Барлығынан. Өзіне күлгендердің бәрінен. Куә болғандардың бәрінен. Тіпті сол кештің өзінен. Ол тек адамдарды емес, өзінің қорланғанын еске салатын барлық нәрсені жойғысы келді. Түн тереңдей түсті. Сағат түнгі 2-ге жақындады. Редкино саяжайында тыныштық орнады.
адамдар демалып жатты. Кейбірі үй ішінде еді, кейбірі аулада отырған. Ешкім қараңғы жолмен өлімнің жақындап келе жатқанын сезген жоқ. Ал Сергей Егоров көлігіне отырып, қайтадан Савельевтердің үйіне қарай жол тартты. Түнгі сағат 02. Редкин ауылы терең ұйқыға кеткен еді. Көшелер бос, айнала тып-тыныш. Тек кейбір үйлердің терезелерінен әлсіз жарық көрінеді. Савельевтердің үйінде қонақтар әлі толық тарамаған болатын. Бірнеше адам сыртта отырды. Олар орындыққа жайғасып, темекі тартып, әңгімелесіп отырған. Болашақ туралы сөйлесті. Жұмыс туралы айтты. Күліп отырды. Бұл олардың өміріндегі соңғы әңгіме екенін ешқайсысы білген жоқ. Сол сәтте қараңғы жолдың бойымен бір көлік жақындап келе жатты. Бұл Сергей Егоров еді. Ол қайта оралды. Бірақ бұл жолы қонақ ретінде емес. Қолында қару бар, өлім ретінде келді. Көлігін үнсіз тоқтатты. Сыртқа шықты. Қолында сайга карабині. Оның жүзі суық болатын. Ешқандай эмоция жоқ, ешқандай күмән жоқ. Тек жек көрушілік. Сағат 02:37. Бірінші оқ атылды. Тыныш түнді қақ жарып өткен қатты дыбыс бүкіл саяжайды дүр сілкіндірді. Алғашында ешкім не болғанын түсінбеді. Біреулер петарда шығар деп ойлады. Бірақ келесі секундта тағы бір оқ атылды. Сосын тағы. Егоров адамдарға жақыннан оқ жаудырды. Ол айқайлаған жоқ, ескерткен жоқ, ештеңе талап еткен жоқ. Тек ата берді. Бірінен кейін бірін. Адамдар жерге құлап жатты. Біреулері жараланды, біреулері бірден жан тапсырды. Бірақ ең қорқыныштысы кейін басталды. Егоров жерде қозғалып жатқан адамдарға жақындады. Олардың әлі тірі екенін көрді. Содан кейін карабиннің дүмімен бастарынан ұра бастады. Қайта. Қорқынышты күшпен. Ол тек өлтіріп жатқан жоқ еді. Ол жойып жатты. Бірнеше минут ішінде аула қанға боялды. Бірақ оның ашуы басылған жоқ. Өйткені үйдің ішінде әлі адамдар бар еді. Егоров есікке қарай бұрылды. Баяу басып үйге кірді. Ал үйдің ішінде адамдар алғашқы оқтардың дыбысынан оянып жатқан болатын. Олар не болып жатқанын түсінуге тырысты. Бірақ уақыт тым аз еді. Өте аз. Сол түні өлім олардың есегін қағып тұрған жоқ. Өлім үйдің ішіне кіріп келген болатын. Сергей Егоров есікті ашып үйге кірді. Оның аяқ дыбысы дәлізде жаңғырып тұрды. Сырттағы оқтардың даусын естіген адамдар оянып үлгерген еді. Бірақ ешкім нақты не болып жатқанын түсінбеді. Кейбірі терезеге қарады, кейбірі бөлмеден шықты. Ал кейбірі әлі де бұл жай ғана жанжал шығар деп ойлады. Бірақ бұл жанжал емес еді. Бұл жаппай қырғын болатын. Үйдің ішінде Иван Загорнин мен Людмила Высоцкая болды. Ерлі-зайыпты жұп. Олар сырттағы шуды естіп, не болғанын анықтауға тырысты. Сол сәтте Егоров оларды тапты. Бірнеше секунд, бірнеше оқ. Сосын үнсіздік. Тағы екі өмір аяқталды. Үйдің ішін қорқыныш билей бастады. Бірақ ең ауыр тағдыр әлі алда еді. Егоров келесі бөлмеге өтті. Сол жерде 92 жастағы Галина Савельева отырған. Ұлы отан соғысын көрген әйел. Аштықты көрген, қорқынышты көрген. Соғыстан аман қалған. Өмір бойы еңбек еткен. Талай қиындықты жеңген. Бірақ ол жау оғынан емес, көршісінің оғынан қаза тапты. Қарт әйелдің өмірі бір сәтте үзілді. Тағдырдың ең қаралы мысқылы осы болатын. Соғыстан аман қалған адам өз үйінде өлтірілді. Үйдің әр бөлмесінде қорқыныш күшейіп бара жатты. Бірақ дәл сол уақытта тағы бір адам тірі еді. 21 жастағы Марина Каныгина. Сол түні оның өмірі мәңгі өзгеретін еді. Ол сыртқа шыққан жоқ.
басқалар сияқты не болып жатқанын көруге тырыспады. Алғашқы оқтарды естігенде денесін үрей биледі. Жүрегі кеудесінен шығып кетердей соқты. Ол бірден бір нәрсені түсінді. Бұл жай төбелес емес. Біреу адамдарды өлтіріп жатыр. Марина қараңғы бөлмеде жалғыз қалды. Қашатын жер жоқ, көмек жоқ. Сол кезде ол өмірін сақтап қалған шешім қабылдады. Қарапайым, бірақ данышпандық шешім. Ол төсектің үстіне секіріп шығып, көрпенің астына кіріп кетті. Қозғалмай жатты. Тынысын ішіне тартты. Өзін шоқ адам сияқты көрсетті. Бала сияқты жасырынды. Бірақ дәл осы әрекет оның өмірін сақтап қалатын еді. Ал бірнеше минуттан кейін Сергей Егоров дәл сол бөлменің есігін ашатынын Марина әлі білмейтін. Марина Коныгина көрпенің астында қозғалыссыз жатты. Ол жылаған жоқ, айқайлаған жоқ. Тіпті дем алуға да қорықты. Өйткені үйдің ішінде біреу адамдарды өлтіріп жүргенін ол түсінді. Сырттан аяқ дыбыстары естілді. Ауыр қадамдар. Баяу. Суық. Әрбір қадам өлімнің жақындап келе жатқанын білдіретіндей еді. Маринаның жүрегі қатты соқты. Оған тіпті сол дыбысты өлтіруші де естіп қоятындай көрінді. Кенет бөлменің есігі ашылды. Сергей Егоров ішке кірді. Марина көрпенің астында жатыр. Ал одан бірнеше қадам жерде қарулы адам тұр. Өмір мен өлімнің арасы небәрі бірнеше метр ғана еді. Егоров бөлмені қарап шықты. Бір бұрышқа қарады. Екінші бұрышқа қарады. Сосын төсектің жағына бұрылды. Марина көзім жұмып жатты. Ол өзін жоқ адам ретінде елестетті. Егер қозғалса, өледі. Егер дыбыс шығарса, өледі. Егер байқалып қалса, бәрі бітеді. Бөлме ішіндегі бірнеше секунд оған мәңгілік сияқты көрінді. Бірақ тағдыр оған тағы бір мүмкіндік берді. Қараңғылық, мас күй, асығыстық. Осының бәрі Егоровтың қателесуіне себеп болды. Ол төсектегі адамның бар екенін байқамады. Бірнеше секундтан кейін бөлмеден шығып кетті. Марина тірі қалды. Бірақ қорқыныш әлі аяқталған жоқ еді. Өйткені қаскөй әлі үйдің ішінде жүрген болатын. Дәл сол кезде Марина өте қауіпті шешім қабылдады. Ол ақырын ғана телефонын алды. Қолдары дірілдеп тұрды. Саусақтары экранға әрең тиіп жатты. Сосын полиция нөмірін терді. Қоңырау қосылды. Марина сыбырлап қана сөйлей алды. Мұнда адамдарды атып жатыр. Көмектесіңіздер. Бәрін өлтіріп жатыр. Ол мекен жайды айтты. Сосын телефонды өшіріп, қайтадан қозғалыссыз қалды. Бұл қоңырау сол түні полицияға жеткен алғашқы көмек сұрауы болды. Бірақ Марина бір нәрсені білмеді. Осы уақытта тағы бір үйде басқа адамда полицияға хабарласып жатқан еді. Ал Сергей Егоров болса, әлі тоқтамаған. 9-шы құрбанын іздеп жүрген болатын. Марина көрпенің астында жасырынған күйі қалды. Ал Сергей Егоров үйден шығып кетті. Бірақ оның қанды жоспары әлі аяқталмаған еді. Оның ойынша әлі тірі қалған адамдар бар болатын. Сол себепті ол көрші үйге қарай бет алды. Түнгі уақыт. Айнала қараңғы. Ауыл әлі де ұйқыда. Бірақ өлім бір үйден екінші үйге көшіп бара жатты. Көрші учаскаде Светлана Сорокина мен оның танысы Олег Демченко болған. Алғашқы оқтардың дыбысын естіген олар бірден қауіптің жақындағанын сезді. Олег терезеден сыртқа қарады. Қараңғыда қарулы адамның қозғалып жүргенін көрді. Сол сәтте ол телефонын алып полицияға хабарласты. Дауысы қатты дірілдеді. Қарулы көрші адамдарды өлтіріп жатыр. Ол бізге қарай келе жатыр. Тез келіңіздер. Бұл оның өміріндегі соңғы қоңырау болды. Бірнеше минуттан кейін Егоров үйге кіріп келді.
Олег қарсыласуға да үлгермеді. Бірнеше секунд, бірнеше оқ, тағы бір адам жерге құлады. Бірақ дәл осы жерде бұл қылмыс бұрынғыдан да қорқынышты сипат алды. Егоров Светлананы бірден өлтірмеді. Ол әйелді сыртқа шығарды. Қараңғы аулаға алып келді. Түнгі аспан астында оған бұйрық берді. Жер қаз. Светлана алғашында түсінбей қалды. Бірақ көп ұзамай шындықты ұқты. Оған өз қабырын қазуға бұйрық берілген еді. Бұл жай кісі өлтіру емес болатын. Бұл адамның жанын азаптау еді. Өз өліміңді күту, өзің үшін қабыр қазу, өлетініңді біле тұрып өмір үшін күресу. Бұл ақылға сыймайтын қатыгездік болатын. Светлана жылады, жалынды, мүмкін кешірім сұрады, мүмкін қашуға тырысты. Бірақ Егоровтың жүрегінде мейірім қалмаған еді. Әйел бұйрықты орындаудан бас тартты. Сол сәтте үкім шығарылды. Бірнеше секундтан кейін тағы бір оқ атылды. Тағы бір өмір үзілді. Бірақ мұнымен де аяқталмаған жоқ. Егоров Светлананың денесін көлігіне сүйреп апарды. Жүк салғышқа салды. Адамды емес, бір затты тастағандай. Сол түні оның санасында адам өмірінің ешқандай құмы қалмаған еді. Ал осы уақытта полиция бірнеше шақырту алып үлгерген болатын. Патрульдік көліктер Редкинуға қарай асығып келе жатты. Бірақ олар жеткенше Сергей Егоров тағы бір қорқынышты әрекет жасап үлгереді. Сергей Егоров Светлананың денесін көлігінің жүк салғышына тастағаннан кейін қайтадан Савельевтердің үйіне оралды. Түнгі сағат шамамен 02:45 болатын. Қанды қырғын басталғанына бірнеше минут қана өткен. Бірақ сол аз уақыттың ішінде 9 адамның тағдыры өзгеріп кеткен еді. Үйдің ішінде әлі де үнсіз жатқан Марина Конегина бар болатын. Ол көрпенің астында қозғалыссыз жатты. Әр секунд оған сағаттай көрінді. Сол кезде есік тағы ашылды. Егоров қайта кірді. Марина оның аяқ дыбысын анық естіді. Жақындап келеді. Бір қадам, тағы бір қадам, тағы бір қадам. Өлтіруші дәл сол бөлмеге қайта кірген еді. Марина дем алмауға тырысты. Жүрегі кеудесін жарып шығатындай соғып тұрды. Егоров бөлмені тағы бір рет қарап шықты. Бір сәтке оның назары төсекке түсті. Марина дәл сол жерде жатыр. Бір көрпенің астында. Бір қозғалыс болса, бәрі бітеді. Бір дыбыс болса, бәрі аяқталады. Бірақ тағы да тағдыр араласты. Егоров оны байқамады. Ол бөлмеден шығып кетті. Сол сәтте Марина өмірінде ешқашан ұмытпайтын көріністі көрді. Егоров үй ішінде ары-бері жүріп, мәйіттерді сүйреп тасып жүрді. Ол аулада жатқан адамдарды үйге кіргізді. Денелерді бір жерге жинады. Содан кейін ас үйге өтті. Қол жуғыштың жанына тоқтады. Кранды ашты. Қолдарын жуа бастады. Мұқият, баяу, сабырлы түрде. Қан іздерін шайып жатты. Дәл операция аяқтаған хирург сияқты. Марина сол сәтті кейін тергеуде айтып береді. Оны ең қатты шошытқан нәрсе Егоровтың сабырлылығы еді. Ол өзін қылмыскер сияқты ұстамады. Өзін жеңімпаз сияқты ұстады. Өзін жағдайдың қожайыны санады. Сыртта болса басқа оқиға болып жатты. Полиция бірнеше шақырту алғаннан кейін оқиға орнына жетіп қалған еді. Бір қоңырау Маринадан түсті. Екіншісі көрші үйден келді. Екі шақыртуда бір нәрсені көрсетті. Қарулы адам адамдарды өлтіріп жүр. Полиция көліктерінің шамдары қараңғы көшелерді жарып өтті. Сирена дыбыстары жақындай түсті. Бірнеше минуттан кейін үй толық қоршауға алынды. Ал Сергей Егоров алғаш рет өзінің қашып құтыла алмайтынын түсіне бастады. Полиция Савельевтердің үйін қоршауға алды. Ішінде қарулы адам бар екені белгілі болды. Бірақ күтпеген жағдай орын алды. Сергей Егоров қарсыласқан жоқ. Ол оқ атпады, қашуға да тырыспады. Бірнеше минуттан кейін полиция оны қолға түсірді. Қолындағы сайга карабині тәркіленді. Тергеушілер үйге кірген кезде сұмдық көрініске тап болды. Үйде және аулада 9 адамның мәйіті жатты. 4 әйел, 5 ер адам. Ең жасы 21-де. Ең үлкені 92-де.
Ал бір бөлмеде көрпенің астында тірі қалған жалғыз куәгер отырды. Марина Канигина. Сол түні аман қалған жалғыз адам. Алғашқы жауап алу кезінде Егоров бәрін мойындады. Ол өзін мазақ еткендерін айтты. Кек алу үшін келгенін айтты. Барлық әрекетін егжей-тегжейлі баяндады. Бірақ кейін жағдайдың ауырлығын түсінді. 9 адам, 9 кісі өлтіру. Өмір бойына түрме. Содан кейін ол сөзінен бас тартты. Мені мәжбүрледі деді. Адвокаттары оны есі дұрыс емес деп көрсетуге тырысты. Бірақ сарапшылардың қорытындысы анық болды. Иә, ол мас болған. Иә, мінезінде ауытқулар болған. Бірақ ол не істеп жатқанын толық түсінген. Демек ол жауапты. Сот бірнеше айға созылды. Қаза болғандардың туыстары әділдік күтті. Олар бір ғана сұрақ қойды. Күлкі үшін 9 адамды қалай өлтіруге болады? 2019 жылдың маусымында сот соңғы үкімді жариялады. Сергей Егоров 9 адамды өлтіргені үшін кінәлі деп танылды. Үкім: өмір бойына бас бостандығынан айыру. Оның қалған өмірі темір тордың артында өтетін болды. Егоров Ресейдегі ең қатал түрмелердің біріне жіберілді. Қара дельфин. Бұл жерге қоғам ешқашан кешірмейтін қылмыскерлер қамалады. Мұнда күн тәртібі секундқа дейін есептелген. Жалғыз камера, темір есіктер, күзет, бейне камералар, күн сайын бірдей өмір. Ешқандай еркіндік жоқ, ешқандай болашақ жоқ. Тек 4 қабырға және өткеннің елестері. 9 адамның елесі. Сергей Егоров маньяк болған жоқ. Ол көрші болатын. Кәдімгі адам сияқты көрінетін. Сізбен бірге шай ішуі мүмкін адам. Міне, осы нәрсе ең қорқыныштысы. Кейде қауіп алыс жақтан келмейді. Ол дәл жанымызда жүреді. Бұл оқиға бізге 4 нәрсені еске салады. Біріншісі — сөздің күші. Екіншісі — бақылаусыз ашудың қаупі. Үшіншісі — адам өмірінің қаншалықты нәзік екені. Төртіншісі — өз эгосын бәрінен жоғары қойған адамнан қауіпті ештеңе жоқ. 2017 жылдың 4 маусымында Редкин ауылында 9 адам үйіне қайта оралмады. Ал бір ғана адам аман қалды. Марина Канигина. Көрпенің астында жасырынған қыз. Оның аман қалуы ғажайып еді. Ал Сергей Егоров болса, өмірінің соңына дейін темір тордың ар жағында қалады. Бірақ бұл оқиғаның жаңғырығы әлі де адамдардың жадында сақталып келеді. Өйткені кейбір қылмыстар ешқашан ұмытылмайды. Бұл қара файл. Жазылыңыздар. Алда сіздерді тағы да шынайы оқиғалар мен адам сенгісіз істер күтіп